Қайырлы күн. Мен бүгін осындай екі түс таңдадым. Қыздарға арналған өте әдемі диадема тақитын боламыз. Және мынау детский резинка мінекей. Мынау созылып кеткен, негізі кішкентай резинка, менің саусағым басындай қыттай резинка детский. Осы жерге біз 15 ілмек іліп алатын боламыз. Яғни без накида 15 столбик тоқып келеміз. Осылай мінекей. Осылай 15 столбик тоқып келеміз. Ілмек іліп. Неге осылай 15 ілмек тоқып келеміз. Менің жібім екеуі де осы қарапайым иран жібі. Осы жіппен тоқып отырмын. Екі түсімде осы жіптен тоқып отырмын. Енді екі воздушный көтерілемін де осы екінші бетіне накидым, тағы да 15 столбик тоқып аламын. Осылай накидым, 15 столбик тоқып келеміз. Неке осылай 15 столбик тоқып келдік. Неке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 столбик тоқып келдім. Екі воздушный көтерілемін. Екінші жағын айналамын. Накид. Енді мына түбінен емес, келесі ілмекке тоқимын. 2 столбик болып есептеледі. Неке 2, 3, екі қаптан осылай 4 столбик накидым, тоқып аламын. Бір воздушный. Накидімізді ілеміз. Енді 1, 2, 3 ілмек қалдырамын. 4-ші ілмекке 5 воздушный. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Енді осының дәл түбінен столбик накидым. Бір воздушный накидімізді аламыз. 1, 2, 3 қалдырамыз. Мына жаққа да 4 столбигімізді накидым, тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4. Екі воздушный көтерілеміз. Екінші жаққа айналамыз. Міндетті түрде осы жердегі 4 столбигімізді тоқып аламыз қайтадан. Төрт столбигімізді тоқыдық. Енді бір воздушный накидімізді аламыз да. Енді мына тұрған мына столбикке ілмек іліп тоқимыз. 8 ілмек аламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
жетеу, 8 ілмек алдым. Енді осыны осылай неке 2 ілмектен осылай 2 ілмектен алып іліп аламыз неке. 2 ілмек алдым. Енді қайттам неке мына 2 ілмекті аламын. Не 2 ілмек. Тағдам неке мына 2 ілмектен. Осылай 2 ілмектен алып тоқимыз. Неке біреу 2 ілмек. Не 2 ілмек, соңғы 2 ілмекті де осылай тоқып тастаймыз. Бір воздушный. Енді мінеке мынау жаңа 5 воздушный петлямыз. Осы жерге без накида 2 столбик тоқып аламыз. Без накида 2 столбик тоқыдық. Енді мына жерге мына жерде түбінен аламыз. Мына жер түбінен аламыз. Не накид аламыз. Неке мына түбіне. Біреу, 2, 3. Бәрін 1 ілмекке осылай өткізесіз. Осылай қатырып аламыз. Енді мына жаңа 5 воздушный петляға мына жерде тоққан 2 ілмекті осы жағына да тоқып аласыз. Осы жаққа да тоқып аламыз. 2 столбик без накида. Бір воздушныйымызды көтерілеміз де. Енді мына тоққан 2-ші столбикке дәл осындай қылып 8 ілмек іліп аламыз. 8 ілмек накидпен 16 ілмек болады сонда. Неке накидімізді алдық. Біреу, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5, накид, 6, накид, 7, накид, 8. Оны да осында тез-тез осылай 2 ілмектен өткізіп алайық. Осылай 2 ілмектен өткізіп аламыз тез-тезден. Так, бір воздушныйымызды тоқып алайық. Енді мына жақтағы 4 столбигімізге тоқимыз. Біреу, 2, 3, 4. Не бізде осылай болып шығады. Енді біз түс ауыстырамыз. Үшеуміздің түсін ауыстырамыз. Неке осындай ілмек дайындап қойдым. Осы ілмекті сразу осыған ілемін. Сарымызды тартып тастаймыз осылай. Тағы бір воздушный іліп алайық. Осылай екінші қатарға, екінші жағымызға айналамыз. Енді осы жердегі 4 столбигімізді тоқимыз. Накид,
біреу, екеу, мынау воздушный мен үшеу болады, және соңғы төртінші. Енді бір воздушный тоқимыз, накетімізді аламыз. Енді мінеке мына жердегі тоққан помпошка үш ілмекке дәл осының төбесіндегі ілмекке тоқимыз. 5 воздушный, біреу, екеу, үшеу, төртеу, 5 воздушный. Дәл осы жерге екінші столбигімізді тоқимыз. Бір воздушный. Енді екінші жақтағы 4 столбигімізді тоқып аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. 2 воздушный көтерілеміз. Енді дәл осы қатарды тоқитын боламыз. Үш жердегі 4 столбигімізді көтеріліп аламыз. Тағы да екі жағына осы міндетті түрде 4 столбик тоқып отырамыз. Ұмытып кетпей. Неке бір воздушный. Енді мына столбикке тоқитын боламыз. Әуелі накет алып аламыз. Ыңғайлап осылай ұстап аламын. Біреу, накет, екеу, накет, үшеу, накет, төртеу, накет, бесеу, накет, алтау, накет, жетеу, накет, 8. Екі-екіден өткізіп аламыз. Екі ілмектен неке осылай екі ілмектен өткізіп аламыз. Соңғы екі ілмек воздушный. Мына жерге 2 столбигімізді тоқимыз. Без накета 2 столбикті. Енді мына түбінен мына жерден алатын боламыз. Түбінен накетімізді алып аламыз әуелі. Біреу, накет, екеу, накет, үшеу. Бәрін бір ілмекке өткіземіз. Осылай бір ілмек өткізіп қатырып аламыз. Енді екінші жағына мына 5 воздушныйдың екінші жағына 2 столбигімізді тоқып аламыз. Без накета 2 столбигімізді тоқып аламыз. Бір воздушный.
Енді мына столбикке тоқитын боламыз, мына столбикке. Так, мына кетімізді әуелі алып аламыз. Осылай ыңғайлап ұстап аламыз. Мына кет біреу, мына кет екеу, мына кет үшеу, мына кет төртеу, мына кет бесеу, мына кет алтау, мына кет жетеу, мына кет сегіз. Екі ілмектен өткізіп аламыз. Бір воздушныйымызды тоқып тастаймыз. Енді мінекей мына жерге 4 столбигімізді тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Енді түсімізді ауыстырамыз, шөбімізді. Неке осылай болып тоқылады. Неке енді осы түсімізді ауыстырамыз. Жіптеріңізді тартыңқырап тағы бір воздушный көтеріліп жіберіп, енді осылай ары қарай тоқып кете береміз. Диадемамызды осылай аяқтап тоқып келеміз. Осылай өзіңіздің қалаған размеріңізде мен детский диадеманы 41, 42, 43 сантиметр қалып тоқимын. Балаңыздың басына өлшеп тоқысаңыз да болады. Осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Неке мен аяғына дейін тоқып келдім. Өзім керек размер тоқып алдым. Қазір метрлікпен өлшейтін боламыз. Енді мен неке басын бастағанда осылай жасыл түсінен бастаған болатынмын. Енді осы жағында жасыл түспен аяқтағым келіп отыр. Енді неке осылай жапырамыз түскеннен кейін екі воздушный көтеріліп алайын да. Осы жағын енді ысына кетім столбикпен аяғына дейін тоқып шығамын. Әр ілмекке ысына кетім столбикпен тоқып шығамыз. Бізде мына жақта 15 столбикпен бастадық қой. 1, 2, 3, 4, 5. 15 столбикпен бастадық. Енді осы жақты да ысына кетім 15 столбикпен аяқтаймыз. Осылай аяғына дейін өзіңіз тоқып келіңіз. 15 столбик ысына кетім. Осылай тоқып келеміз аяғына дейін. Неке мен осылай 15 столбик тоқып алдым. Неке 15 столбик тоқыдым. Дәл мынандай алып. Енді қазір мына резинкамызды осылай осы жағына тоқимыз. Бірінші енді әуелі бұны қоя тұрамыз да. Біз енді мына жақтан неке розовый жібіміз қалды. Осы жіппен енді біз мына жерлерді жиектеп шығамыз. Неке бізде мынандай жіптер
жүр. Сол жіптерді әдемілеп осылай безнакке дәлмекпен осы бір столбикке екі ілмек тоқимыз. Осылай келесі столбикке екі ілмек, енді келесі столбикке екі ілмек, келесі столбикке екі ілмек, келесі столбикке екі ілмек, келесі столбикке екі ілмек. Осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Осылай жиектеп аяғына дейін тоқып аламыз. Мен осылай атыйды жиектеп келдім. Мына жағына да осылай өтеміз де, келесі бетінде екінші жағында, екінші жиегінде осылай жиектеп шығамыз. Осылай жиектедім де, бастаған жерімізге келіп, бір жіпке бір ілмекке өтіп, осылай қиып алып тастадым. Енді мынаны қазір жіңішке иненің көмегімен арасына өткізіп тастайтын боламын. Енді қарап отырсаңыздар, қазір бізде осылай бос тастағанның өзінде бізде мынандай 41 сантиметр болды. Енді бұның өзі осылай созылыңқырайды, кішкене резинкамыз бар. Сол үшін қатты үлкен болып кетпес үшін 41 сантиметр жарайды деп алдым. Енді біз соңына келдік. Резинкамызды қатаймыз. Осылай резинкамызды аламыз да. Менің алдыңғы диадемаларымда көріп жүргеніңіздей осылай резинкамызды тоқып шығамыз. Жіптеріңізді кішкене тартыңқырап ұстасаңыз болады. Әр ілмекке бір-бірден осылай тоқып аламыз. Ілмектеріңіз тартыңқырап тоқи беріңіздер, созылып кетпесін. Осылай аяғына дейін тоқып келеміз. 15 ілмекке 15 ілмекті алып, іліп тоқып келеміз. Мен тоқып келдім. Жіптерімізді осылай иненің көмегімен арасына өткізіп жібердім. Мына жерде де бізде осындай әдемі диадема пайда болды. Мына резинкамыз сірә желке жағына кетеді. Біздің маңдай жағымызға кететін диадема. Тоқып алыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Бұйырса тағы да керемет әдемі повязка диадема тоқитын боламыз. Менімен бірге болыңыздар.